Бүгін Алматы қаласы Түрксіб ауданы номері 32-ші жалпы білім беретін мектебі ерекше күйге енді. Мектеп іші поэзиямен тыныстап, қабырғаларында Мұқағали жырының лебі сезілді. Кіреберістен бастап безендірілген көрмелер, ақынға арналған шығармашылық жұмыстар, оқушылардың жүзіндегі толқыныс, бәрі бұл күннің өзгеше екенін аңғартты. Осындай рухани атмосферада өлеңмен өрілген өмір, Мұқағали әлемі атты қалалық семинар өз жұмысын бастады. Мектеп директоры Ибраимханова Меруерт Құрманжановна қонақтарды жылы жүзбен қарсы алып, семинар жұмысының жоғары деңгейде өтуіне бағыт-бағдар берді. Зал толы ұстаздар мен оқушылар поэзия әлеміне бірге саяхат жасады. Семинар барысында Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығын заманауи білім беру үдерісіне ұштастыруға арналған панорамалық сабақтар, шығармашылық көрмелер мен әдеби сазды кеш ұсынылды. Әрбір бөлімде ақын жыры оқушы жүрегіне жол тауып, ұлттық рухты жаңғыртты. Бұл жолдар ақынның ғана емес, тұтас бір халықтың үні іспетті. Баланың балауса даусымен айтылған өлең залдағы әр жүрекке жетіп, поэзияның мәңгілік екенін дәлелдеді. Бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен барлық қор болмаймын, қымбаттырақ халқымнан нарқым менің. Семинар барысында ұсынылған әрбір іс-шара, әрбір ойлы пікір ақын жырының мәңгілік екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. Себебі Мұқағали жыры уақытпен өлшенбейтін, ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын рухани қазына. Ақынның өзі айтқандай, поэзия менімен егізбедің. Сен мені сезесің бе, неге іздедім? Осы бір сырлы жолдардай Мұқағали поэзиясында әр жүрекпен егіз, әр ұрпақпен үндесіп келеді. Алматы қаласы арнайы білім айнасы үшін Ақерке Амангелдіқызы.